Заң бар жерде тәртіп бар. Қазақтың қаһарман батыры Бауыржан Момышұлы тәртіпке бағынған құл болмас деп бекер айтпаған. Қай кезде болмасын заңға бағыну, оған құрметпен қарау басты борышымыз. Астана қаласы әкімдігінің Кәрім Мыңбаев атындағы нөмірі 59 мектеп лицейінің бір топ оқушылары Астана қаласы Есіл аудандық прокуратурасының бөлім прокурорымен және осы ауданға қарасты полиция қызметкерлерімен кездесу өткізді. Кездесу барысында құқық қорғау органдарының қызметкерлері мектеп оқушыларына кәмелеттік жасқа толған азамат заң алдында жауапкершілік артатынын естеріне салды. Сондықтан әр іске заң тұрғысынан қарау керек екендігін ескертті. Бүгінгі іс-шараның мақсаты оқушылардың тәрбиесі, дене және рухани даму мәселелерінде жан-жақты көмек көрсету мақсатында аудан прокуроры мен 59 мектеп лицейіне қамқорлық етуді жүзеге асыру болып табылады. Бұл бастама жас ұрпақтың бойында жақсы өмірлік құндылықтарды, құқықтық мәдениетті және салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі таңда адамды алдау, алаяқтық фактілері, бөгде біреудің затын ұрлау, алдап түсіру, қылмыстық жауапкершілікке итермелеу сынды сан түрлі қылмыс түрлері күннен күнге көбейіп барады. Бүгінгі қылмыс түрлерінің өршігуінің тұсында заңсыздыққа бой алдырмау, әр іске жауапкершілікпен қарауға шақырды кездесуге келген құқық қорғау органдарының өкілдері. Астана қаласы Есіл ауданы аумағында жас өспірім атты профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр. 19 мамырдың 31 мамырға аралығында. Яғни ата-аналарға ескертеміз. Балалардың түнде жүрмеуі және компьютердің клубтарда болмауы, яғни 23:00-ден кейін балалардың үйде болуы тиіс екенін ескертеміз. Кездесу барысында әрбір оқушы алтын уақытын өте тиімді пайдалану, қалтатып байланыс телефон арқылы алаяқтарға алданып, қылмыстық топқа ұрынбай, бойын аулақ ұстау қажет. Астана қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының өкілдері мен әлем чемпионы кездесу кезінде жастарды спортпен айналысуға шақырды. Спорттың ыстық суығына төзбесе, спорт шыңын асқар алып биігін бағындыру үшін де алдымен тәртіп керек деді кездесу кезінде спортшылар. Кездесу барысында оқушылардың қойған түрлі сұрақтарына жауап берді. Каждый вид спорта, будь он даже элементарный, не особо продвижной, но вот, например, шахматы, да, тоғызмала, все виды спорта учат только одному. Это терпению, оттуда вытекает дисциплина, и оттуда вытекает самоуважение. Если у человека есть определенное понятие самоуважения, есть понятие уважения к другим. То есть, если человек уже начинает уважать только себя, начинает дисциплинировать себя, и это уже идет к этому, то, что уже каждый человек уже потихоньку начинает добиваться поставленных задач. Ең бірінші спортты қатысқаннан кейін адамға ең бірінші тәртіп өте маңызды. Мен спортшымын, мен үшін тәртіп жай ғана сөз ғана емес, менің күнделікті өмірімнің бір бөлшегі болып табылады. Ең бастысы сол жетістіктерімнің басты тірегі. Кездесу қызықты, тартымды өтті. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері қылмысты құрықтау емес, қылмысты болдырмау, заңдылықтың себеп салдарымен күресу, жасалған іске қылмыстық әкімшіліктік жауапкершілікке тартылу жолдарынан аулақ болуды, орынсыз алдануға, айлакер құрығына ілінбеуге, заң тұрғысынан құқықтық сауаттылықты арттыруға байланысты оқушылардың қойған сұрақтарына заң өкілдері жауап берді.